Халықтар достығы мен мәдениет үйінде Жезқазған қаласының әкімі Қайрат Шайжановтың халықпен кездесуі өтті. Кеңірек келесі бейнематериалда. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тыңдайтын мемлекет тұжырымдамасы шеңберінде билік өкілдері Бұқарамен 90 сайын жүздесіп тұру керек. Осы мақсатта ұйымдастырылған кездесуге келген халықтың қарасы қалың болды. Алдымен қала әкімі атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырды. Қазір шаһарда жол жөндеу жұмыстары қызу жүргізілуде. Халықты толғандырған сауалдардың дені әдеттегідей осы коммуналдық салада. Біздің двор қазір жақсы болды. Енді отыратын орындықтар бар, ыңғайлы, халыққа жақсы ыңғайлылықтар жасалып жатыр деп айтқым келіп тұр. Остановкамыз бәрі жақсы, қала таза болып қалды. Бірақ өзіміз былтырдан бері, күзден бері бір оси боламыз деп бір проблемалар туындап қалды. Қараша айынан бастап халық оси болды. Енді ол қалай болғанымызды білмеймін. Мен өзім бұл домда 4-ші жыл тұрып жатырмын. Халқым біле қоймаймын, бірақ осы шулап жазда оси болды. Ол 50 пәтер болғаннан кейін 50 пікір болады. Пікір болады. Ал енді жаңағы сіздер айтып отырсыз ғой, біз келіспейміз. Ол да дұрыс емес. Негізі ертең қыс айында түннің ортасында келеді проблема деген бар ғой. Құбыр жарылады, канализация бітеледі. Үйдің бәрі канализация бітелсе білесіңіз өзіңізге болатын. Труба жарылса, оны да білесіз. Бірақ мен әкім ретінде ОСИ-дің жұмысына араласуға қақым жоқ. Өйткені это общественное объединение. Жуырда тұрғындар игілігіне 20 жаңа автобус пайдалануға берілмек. Қаланың 70 жылдық аясында өзге де игілікті істер қолға алынбақ. Жүздесуден кейін қала әкімі тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Көтерілген сұрақтар мен айтылған ұсыныстар шаһар басшылығының тікелей қадағалауында болмақ. Мұқағали Сейітқазы, Айдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы.